Қалайсыз дәрігер? Жақсы. Менің өткендегі тапсырған анализдерімнің қорытындылары шықты ма? Я, шықты. Өкінішке орай. Анализдің қорытындысын алдық. Мінекейіңіз. Турасын айтқанда жақсы емес. Түсінбедім дәрігер. Сіз бізге өте кеш келдіңіз. Ауруыңыз асқынып кеткен. Қолдан келер ешқандай шара жоқ. Дәрігер, міне саған ақша. Ақшаны алда, тез емдеуіңді баста. Мұны аз десең, тағы да келіп берем. Кешіріңіз, бұл ақшаларың сізге мүлдем көмектесе алмайды. Дертіңізге ешқандай ем жоқ. Ашығын айтқанда 2 ай уақытыңыз қалды. Ассалаумағалейкум аға. Ауыр жағдайға тап болдым. Әйелім жол апатына түсіп, осы ауруханада өлім мен өмірдің арасында жатыр. Әйелімді аман алып қалу үшін қаржылай көмек көрсетсеңіз. Аға, мен анамнан айырылғым келмейді. Өтінемін, көмектесіңізші, Алла разылығы үшін. Сен түсінбедім. Маған не дейсің енді? Бейшара. Кетші. Әке, бәрі дұрыс па? Дұрыс балам. Еш жеріңіз ауырып тұрған жоқ па? Оң болған. Мен аған көрсетем. Балам. Обработка селіп болды. Қызыма көмектесіңіздерші, өтініш. Температурасын тексеру керек. Өтініш, не болып жатыр? Қызым, көзімді аш. Жүрегі. Температура 36,2 болды. Өтінем, неге есін жемай жатыр? Көмектесіңіздерші, өтінем. Айта бер. Басеке қайдасыз? Не бол? Сізді жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің қызметкерлері тұтқындауға келіп тұр. Өткендегі бойынша. Жетпеген осы қазір барам. Алло. Системаны жолдаймыз. Жомарт, қайдасың дейм? Қайдасың қалай? Жолдамын. Қызым сесіз жатыр. Жаңа үй жақтағы качереден құлап қалды, өтінем, тез жетші. Орталық ауруханаға бара жатырмыз. Қазір барам, қазір. Қызым, күнім, есіңді шеш. Көмектесіңіздерші, өтінем. Қызым дей бірдеңе деші. Жалына бірдеңе істеңіздерші. Қызым, отам. Арға! Біз қолымыздан келгеннің бәрін жасадық. Қатал тағдырға қарсы келе алмадық. Сіздерден кешірім өтінеміз. Жоқ. Өз-өздеріңізге бекем болыңыздар. Олай демекші. Жоқ! Нұрдәулет, тұр дейм. Нұрдәулет, тұр. Саған не болды, тұрсашы. Нұрдәулет, тұр. Орым, тұр. Не істедіңіз? Қарындас, қазір. Алло. Жомар. Нұрдәулет, тұр. Не дейсің? Қыздар айырылып қалды. Не дедің? Аға. Кешіріңіз. Алла разылығы үшін жәрдем беріңізші. Қазір.
Қазір мұсылмандар әрдайым бір-бірімізге жәрдем беріп, көмектесіп жүруіміз керек. Мінекей мына жерде евро 10 мың, 20 мың ақш доллары. Сіздің келіншегіңіздің операциясына жетеді деп ойлаймын. Ең бастысы мынандай ұлыңыз анасыз қалмасын. Алла сізге разы болсын. Бұл ақшаның енді маған керегі жоқ. Игілігіңе жарат, бауырым. Алла шипасын берсін. Алла разы болсын сізге. Алло, Жансейіт, айта бер. Басеке, сүйінші хабар. Иә, жаңа банктен хабарлама келді. Біздің есеп шотқа 1 миллион ақш доллары аванс ретінде бөлінді. Не дедің? Қай компаниядан түсті? Өткендегі Қытай компаниясынан. Бәрекелді. Біздің шығарған өнімдер олар үшін өте сапалы болыпты. Жансейіт. Сен тыңда. Ол қаражаттың жартысын жаңағы мешіт, медресе салуға және де жетім балаларға, содан соң Жағдайы төмен отбасыларға жұмсаңдар жарай ма? Басеке, бұл өте көп емес па? Бұл фирманың ақшасы ғой. Жансейіт, сен не деп тұрсың? сен тыңда. Қайырымдылық жасау әрбір мұсылманның міндеті. Түсіндің бе? Болды, Басеке, түсіндім. Айтқаныңыз болсын. Жомарт Серікұлы, сәлеметсіз бе? Төлеген Мұратұлы, сәлеметсіз бе, тыңдап тұрып? Сіздің анализдеріңізді қайта тексеруге жібердік. Қорытындысы қуантарлық. Сіздің денсаулығыңызға ешбір қауіп жоқ. Жай көп жұмыс жасағаннан нерв жүйелер шаршаған. Сізге көбірек демалу керек. Алланың құдіретінде шек жоқ қой. Мынауыңыз жақсы жаңалық екен. Жомарт Серікұлы, сізден кешірім сұраймыз. Жоқ, оғас жоқ. Қайта сіздерге рахмет. Сау болыңыз. Жарайды, сау болыңыз. Ауырмаңыз. Қызым, міне папаңа звондадым. Алло, Қызым. папа қалайсыз? Жақсымын, жарқыным. Жаным, алтын қызым. Біз сізді анашым екеуміз күтіп отырып қой саябақта. Не дейді? Қазір келем, қызым. Қазір барам. Қызым, Саған алған тосын сыйым бар. Папа, мен сізді жақсы көрем ғой. Мен де сені жақсы көрем, алтыным сол. Тезірек келіңіз. қазір барам ботам. Жүрегім сол. Сізге Алла разы болсын. Үнемі қол ұшыңызды созып, бар көмегіңізді аямайсыз. Рахмет сізге. Алланың нұры жаусын. Ал өткенде берген қаражатыңызды әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға және де ата-анасынан айырылған балаларға, сонымен қатар медресеміздегі шәкірттеріміздің қажеттілігіне жұмсадық. Рахмет сізге. Менің жеке аты жөнім айтылмаған шығар. Жоқ, өзіңіз айтқандай жария етпедік бәке оны. Мешітіміздің жеке шотына қосымша қаражаттар аударып қойдым. Алла разы болсын. Енді өзіңіз қажет жерге үлестіріп бересіз ғой. Әрине. Мен қайырымдылық жасаған сайын менің кәсібіме де береке кіріп, Аллаға шүкір ұлғайып келеді. Хадисте айтылған, берілген әрбір садақа келе жатқан бәле-жаладан құтқарады, және де ауру сырқауды қайтарады. Сонымен қатар ақыретте жәннатқа жол ашады деген. Алла разы болсын сізге. Рахмет. Келіңіз. Мен зекетімді беріп кетейін деп келбедім. Ниетіңіз қабыл болсын. Қазір күте тұрыңыз, ә? Жарайды. Кешірім өтінем. Сіз мені танымадыңыз ба? Жоқ, танымадым. Оң қолыңмен жасаған жақсылықты сол қолың білмесін деген осы екен ғой. Садақа береке келді. Садақа жәннатқа